Сіз де дәл осындай ИИ персонаж ойлап тауып контент жүргізсеңіз болады. Миллиондап просмотр жинай аласыз, рекламадан ақша таба аласыз. Парақшаға жазылып, комментке лүпіл қалдыр, тегін жасау жолын көрсетемін. ИИ аватарды қазір сөйлетеміз. Синтекс АИ-ға кіреміз, менюді басамыз. Менюда видео будущего деп тұрады. Сонда кіреміз. Видео дегенге кіреміз. Осы жерде скрепканы басып, өзіміздің сөйлейтін фотомызды дайындаймыз. Фотомызды жібереміз, Enter'ді басып. Потом мен сөйлейтін ырғағымыз бар ғой, более такой улыбчивый деген сияқты. Соның промптын жазамыз. Голос, эмоция, скорость, осыны бірінші көшіріп аламыз. Мұнда вставить дейміз. Одан кейін барып, скобканы қоямыз. Одан кейін мен өзімнің сөйлейтін сөзімді жазамын. Сөйлейтін сөзімді скопировать етіп, ана жаққа апарамыз. Қазір осы жерге вставить дейміз. Скобканы жабамыз. Сөйтіп Enter'ді басамыз. Тексеріп алыңыздар, бірінші тексеріп алып, қалай, что, как. Содан кейін барып отправлять етесіздер. Біраз күтеміз. Прямая ссылка деп тұрады. Осыны басасыздар. Басқан кезде толық видео шығады. Саукеле қазір демалыста, ал мен оның орныңа контент жүргіземін, клиенттер алып келемін. Мен сияқты аватар қаласаң, төменді оқы. 8 секунд қана сөйлейді, бірақ одан кейін сізде астында продлевать деген не шығады, кнопка шығады. Сіз оны жалғастырсаңыз болады, 19 коин алады сізден. Осыны сақтаймыз. Сақтағаннан кейін барып CapCut'ке барамыз. CapCut'та жүктейміз де. Енді осы CapCut'та сіздер регулировать етесіздер. Видеоңызды қалай қолданғыңыз келеді, солай жасайсыздар. Кесетінді кесесіздер, наложить етесіздер, эффект қосасыздар, фильтр қосасыздар. Мен мына жақта өзім қалай істедім, соны көрсетіп жатырмыз сіздерге. Өзімнің сөйлеген сөзіме байланысты. Саукеле демалыста деген сияқты өзімнің демалыстағы видеомды салып қойдым. Фильтрін өзгерттім. И субтитр қостым. Бағанағы сөзімді көшіріп алдым. Айтатын сөзімді көшіріп алдым да, текст в аудио дегенге кіресіздер. Осында вставить дейсіздер. Применить, потом разделить. И осы жерде біздің субтитріміз шығады. Осы субтитрдің стиль дегенді басып, шрифтін, стилін, цветін барлығын өзгертсеңіздер болады. И айтқан сөзіме байланысты регулировать еттім на субтитрді. Мен сөйлеймін ғой, сөйлеген сөзіме байланысты регулировка жасадым. Бұл потому что автоматически разделить етіп тастайды да, дәл в темп шықпайды бұл жерде. Сол үшін темппен сәйкес келу үшін осылай регулировка жасадым. Еще мұнда текстті обязательно оқыңыздар, қараңыздар. Контент деген сөз контент деп бөлініп кеткен. Соларды обязательно байқаңыздар. Қате кетуі мүмкін. Қателерді де жөндеңіздер, Саукеле қазір демалыста, ал мен оның орныңа контент жүргіземін. Сонымен осылай сөйлеттік.